Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мына жартылай ащы бұрыш. Жартылай ащы бұрыштардың осылай өсу барысы. Міне екі ыдыста өткенде суланып, жаңағы ауа алмаспай осынша қатысып кеткен ғой. Сонда осындай жасыл болып кеткен топырақтар мына жасыл әлі білінеді. Содан кейін ептеп суармай жаңағы солай тұра тұрсын деп суармай қоя тұрдым. Өйткені шылқып тұрғанын үсті-үстіне суарудың қажет емес. Одан сайын жаңағы несі жасылы көгеріп, болото дейді ғой, сондай батпақ болып кетеді. Бірақ оны төгіп тастау да қажет емес, енді күтуге болады. Мысалы мен күттім, үстіп шыға бастады. Әрине енді шығып жатыр, әлі де шығатындар бар. Міне мынандай ағарып жаңадан шығып жатыр. Мына жерде ағарып шығып жатыр. Бұлардың шығып жатқанына енді 1-2 күн болды негізі. Сондай көп болған жоқ. Өстіп шығып жатыр. Енді бұл жартылай ащы бұрыштарға бүгін 12-ші күн. Сол 12 күніндегі өсу барысы осындай. Мына жерде гүлдер болған. Суарып ештеме білінбей негізі. Енді 2 жұма өтіп кетті ғой, 2 жұмадан аса ма, қаншама өтіп кетті. Содан бір шығатын болса, бір нете шығар еді ғой деп гүлдерді бүгін суармай қоя салдым. Мына жерде жай суарып, ептеп ылғалдығып ұстап жүр. Міне бет жағы жасыл болып кеткен. Бірағында әлі ештеңе шыққан жоқ. Осын суын қарап отырам, енді әзірге суарып жатқан жоқпын. Мына жерде қызанақтар, міне. Қызанақтар басқаша болып өсіп тұр. Алдындағы видеода жерге еккенім бар еді ғой. Одан бөлек мыналар ептеп басқаша. Бойшан дейміз ғой, бойлары ұзын. Жапырақтары, көбісінің жапырақтары 4-еуден болып өсіп тұр. Алдыңғы 2 өсіп біткен. Одан кейінгісі қосылған. Мынау қасындағы да қызанақтар. Енді кейіннен басқа сұрып әкелген болатынмын. Әрине әртүрлі сұрып еккен дұрыс деп ойлаймын мен. Ана проверенный дейді ғой, өзім білетін сұрыптар бөлек. Содан және де жаңадан сұрыптар әкеп отырғызғанды дұрыс деп санаймын. Неге? Өйткені тағы да өзіне ұнап жатқан сұрыптардан тұқымын көбейтіп біліп отырасың, не егіп отқанды біліп отырасың ғой. Арамшөп. Осы қызанақтар осы. Мына жерде де енді ептеп суарып жүрмін. Гүл ма, арамшөп па, бір нәрселер өсіп жатыр. Мына жерде кәділер, кабачки. Ең бірінші өскен, әдемі өскен, міне айтып едім ғой, төбесі жаңағы тесік болған, ыңғайлы екен деп. Ауа қатты, ішіндегі ауа ылғал болып, базданып тұрмайды өсімдік. Жақсы болып, ауаның алмасуы жақсы болып тұрады екен деп. Мыналарды жауып, мысалы ашып отыру керек деп. Бірақ дегенмен де бір-бірін қуып жетіп қалды енді. Мына жерде де қызанақтың бір түрі. Енді бұл басқа түр ма, оны қарауым керек видеодан қалай қылғанымды. Или мына екеуінің сол артық қалған тұқымын осы стаканға ектім ба, сондай бір нәрсе. Мынау алдыларыңызда қиярлар. Мұны жалпы қиярлар жаман емес. Жаңағы ана тұқымдардың өсуі 100% емес, көріп тұрсыздар. Мына жерде жартысы да емес, жартысы 50% өшет, 60-65% шыққан ғой жобамен. Енді бұл жерде жаңағы бір қателік жасап жүрміз. Сол кешке лампа жақпаймыз ғой, жалпы қараңғы қойғанда. Мүмкін сол кезден ба, өстіп бойлар ұзарып кетті кейбіреулерінің. Енді ерекше ұзын емес, бірақ ептеген ұзын. Мыналардікі біразы. Мына жердегілердікі орташа, ол бойы қатты ұзынға жатпайды. Мына жерлер ептеп ұзарып кетті. Бүгін бұйырса осыларды топыраққа отырғызып қоям. Негізі мына жердің светінде бір жақсысы мынау ортасындағы мына жердің светі бөлек жанады, әр жақтікі бөлек жанады. Мына жақтікі бөлек жанады. Сол ортасында енді біраз өсімдік бар, сондықтан жандырып көрдік.
істемейтін жерлерін реттедік. Енді нетеміз ба деген ойымыз бар. Сол кешкілікте жағып қоямыз ба деп тұрмыз, енді білмейміз. Ал негізі нақиярларды бүгін отырғызам. Осы ортадағы осы жерге отырғызам деп жоспарлап отырмын. Оны енді келесі видеоларда көрсете жатамын.